Қызылорда облысындағы Қарағым совхозының жұмыскерлері малды жайып семіртуді күннен күнге жетілдіре беру, мал шаруашылығы өнімдерін арттырудың басты көзі деп санайды. Озат Шопан, Қазақ СССР жоғарғы советінің депутаты Мәмәдін Жұқашев, өткен жылы әрбір 100 саулықтан 136-дан қозы алды. Социалистік еңбек ері Әлмұрат Лепесов қазір пенсия алушы, бірақ сөйтсе де оның отарлы совхоз малынан туған даласынан кеткісі келмейді. Жігіт ақсың деді ол, 10 жылдықты бітіріп туған совхозына келген Жанәл Нұртазаевқа. Қазір совхозда 50 мыңға жуық қой бар. Ал совхоз жұмыскерлері 7 жылдықтың аяғында оны 190 мыңға жеткізбек. Мал шаруашылығынан өнімді көп алайық. Қарағым совхозы жұмыскерлерінің ұраны осындай.